Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге алма қосылған өте дәмді әрі нәзік пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ылғалды пирог жақсы көретін жандар міндетті түрде жасап көріңіз. Сізге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Ең алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін ұн, қант, жұмыртқа, сары май қажет болады. Және ұнның үстіне 1 шай қасық разрыхитель қосып, онда електен өткізіп, шым тұз қосып, және салқын сары майымызды қосып, онымен бірге жақсылап 1 келкі болғанша араластырамыз. 1 келкі болып араласқан массамызға қантымыздың барлығын салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Осы дайын болған массамызға жұмыртқаның тек 2 сары уызын қосатын боламыз. Ақ уызын бөлек таза құрғақ ыдысқа ажыратып алып, меренге дайындайтын боламыз. Ақ уызды бір шетке қоя тұрамыз. Ұнға салынған сары уызды қосып, жақсылап қамыр илейміз. Құрамына қажетті ингредиенттердің мөлшерін описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Осымен біздің қамырымыз дайын, қолға жабыспайтын қатты песочный тесто дайын болды. Енді осы қамырымызды 2-ге бөлеміз. 3-тен 1 бөлігін, кішкентай бөлігін морозильникке, үлкен бөлігін холодильникке сала тұрамыз. Қамыр холодильникте демалып тұрам дегенше пирогтың салмасын дайындайтын боламыз. Алдын ала тазаланған 3-4 алма, қант, жарты шай қасық корица және жүгері крахмалын 1 шай қасықты толтырып салатын боламыз. Және барлығын араластырамыз. Енді қабығы тазартылған алмамызды үккіштің үлкен тішесінен өткізіп алатын боламыз. Үккіштен өткізіліп болған алмамызға жаңағы араластырған корица, қант және жүгері крахмалын салып, бәрін жақсылап 1 келкі етіп араластырамыз. Салмасын осылай жақсылап барлығын араластырып болғаннан кейін 1 шетке қоя тұрамыз. Енді алдын ала дайындалған осылай пергамент қағаз төселген 24 диаметрлік формаға холодильниктегі тұрған үлкен бөлікті қамырымызды жақсылап барлығын 1 келкі етіп жайып шығамыз. Және осы қамырдан осылай жан-жағына шығарып, бортикті да осы қамырдан жасайтын боламыз. Формамызға төсеп дайын болған қамырды міндетті түрде осылай шаншқымен тесіп шығамыз барлық жерінен. Осы дайындап болған қамырымызды меренгамыз дайын болам дегенше холодильникке қоя тұрамыз. Бөлек ыдысымызда тұрған ақ уызымызға шым тұз салып, миксердің жай жылдамдығынан бастап араластырамыз. Осылай көпіршіктер пайда болғаннан кейін қантты бірнеше бөлікке бөліп қосатын боламыз. Қантты бірнеше бөлікке бөліп салып болғаннан кейін өзінің формасын жақсы ұстайтын меренга пайда болғанша ең жоғарғы жылдамдығында миксердің 5-7 минут шамасында миксерлейміз. Мінекей видеода көрсетілгендей осы ыдысымызды төңкерген кезде меренгамыз өз формасын ұстайтын қалыпта болу керек. Енді холодильниктегі формамызды шығарып, дайын болған салмамызды салатын боламыз. Видеода көрсетілгендей бір тегіс етіп жайғастырамыз. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Енді салмамызды салып болған соң, морозильниктегі кішкентай бөлік қамырды үккіштің үлкен тішесінен пирогтың үстіне видеода көрсетілгендей етіп өткіземіз және дайындаған меренганы бір тегіс етіп силиконды лопаткамен жағып шығамыз. 150-160 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут пісіреміз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Енді толықтай суытып формадан содан соң шығаратын боламыз. Холодильникке 2 сағатқа қойып, содан соң шаймен бірге ұсынсаңыз, өте керемет, хош иісті, дәмді, сочный пирог міндетті түрде жасап көріңіз. Сізге және отбасыңызға ұнайды деген сенімдемін. Достар, мен сіздермен қандай рецептпен бөліскенімді қалайсыз? Комментарийға міндетті түрде жаза кетіңіз. Сіздермен бірге ұлданай, назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.